Ассаламу алейкум, еліміздің бастарынасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Алдымен аңдатпа. Астана процесі жанданды. Тақырып Сириядағы сергелдең. Келіссөзге мүдделі тарап түгел келген. Еңбек екпінді ме, сапа қалай? Атыраулықтар енді мобильді қосымша арқылы жол құрылысын қадағалайды. Рамазан айы 17 мамырда басталады. Мүфтият пәтуасын шығарды. Бүгін Ресейдің Сочи қаласында жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы өтеді. Шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады. Жиында Еуразиялық экономикалық одақтың бүгіні мен ертеңі, ұйым шеңберін кеңейту төңірегіндегі басты түйткілдер президенттер деңгейінде қаралады. Өзге ақпараттармен әріптесім Әсем Қабылбек бөлісуге дайын. Қазір Сочиден бізбен тікелей байланысқа шықты. Қайырлы кеш, Әсем, эфирдесің. Қайырлы кеш, Бауыржан. Бүгін туристік Сочи нағыз саяси алаңға айналды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жоғары экономикалық кеңестің отырысына қатысуға келді. Қазақстаннан өзге Еуразиялық экономикалық одағы ұйымына мүше 4 мемлекеттің көшбасшылары да осында, атап айтқанда Ресей, Беларусь және Қырғызстан. Арменияның атынан жаңадан тағайындалған премьер-министр Пашинян арнайы келді. Ал Молдова болса бақылаушы ел мәртебесіне ие. Қара теңіз жағалауындағы негізгі кеңестің алдында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей президенті Владимир Путинмен екіжақты кездесу өткізді. Айта кету керек, бұл Ресей президентінің сайлаудан кейінгі өткізіп отқан алғашқы кездесулерінің бірі. Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин ұйымның алдағы жұмысына қатысты өзара пікір алмасты. Мне очень приятно продолжить с вами разговор, который мы начали еще вчера вечером в неформальной обстановке. Но в начале этой беседы хотел бы отметить, что Казахстан не только наш стратегический союзник. Қазақстан Ресей үшін тек стратегиялық одақтас ел ғана емес, ең жақын әріптес мемлекет. Біздің экономикадағы қарым-қатынасымыз тұрақты түрде дамып келеді. Өткен жылы жақсы нәтижелерге қол жеткіздік. Мәселен, екі ел тауар айналымы 30% артты. Ресей Қазақстанның негізгі сауда экономикалық әріптесі. Қазақстанға құйылып келе жатқан тікелей инвестициялардың көлемі де артып келеді. Қос мемлекеттің ықпалдастығы орнап отырған салалардың ауқымы да кеңейе түсуде. Осындай саммит алаңында екі жақты іскерлік мәселелер жөнінде әңгімелесіп, пікір алмасу мүмкіндігі бар болғанына ризашылығымды білдіргім келеді. Спасибо, Владимир Владимирович. Наверное, коллеги ваши все поздравляют. Я присоединяюсь, что 18 марта произошло историческое событие. Вы с огромным триумфом завоевали доверие российского народа. В этих сложных условиях это очень многого стоит, доверие россиян. В той работе, которую вы проводите, курсу, которую вы проводите в сложнейших условиях, поднимая авторитет и гордость России и его народа. Поэтому они сплотились и вас поддержали. Дай Бог вам крепкого здоровья, вытерпеть все и вывести Россию на большой светлый путь, потому что мы, Казахстан, этого очень хотим, как самая близкая страна, с которым Россия имеет, наверное, самые примерные отношения из всех отношений и экономические связи. Вы уже назвали, более 16 миллиардов долларов наш товарооборот, и создание совместных предприятий идет с нарастающим итогом. И это то, что мы договорились. Ал жоғары Еуразиялық кеңестің отырысы қазіргі уақытта өтіп жатыр. Астана уақытымен кешкі сағат 18-де басталып кетті. Күн тәртібінде қаралатын мәселелердің ұзын саны 20-ға жуық. Тарқатып айтсақ, одақтың өзге елдермен қарым-қатынасы, алыс-беріс барысын реттеу, бақылаушы мемлекеттің статусына қатысты ережелерді бекіту кеңестегі ең сүбелі құжаттар. Алдың өткен кеңес отырысында цифрлық технологияларды бірлесіп дамыту туралы бастама көтерілген болатын. Бүгінгі отырыста соған қатысты ұсыныстар қаузалмақ. Сонымен қатар одаққа кейіннен мүше болған Армения мен Қырғызстанның есебі тыңдалады. Ал қазіргі ең басты мақсат осындай қиын тұста экономиканы барынша қолдау, Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы тауар айналымда барынша бәсеңдетпеу. Бауыржан, мендегі әзірге бар ақпарат осы. Рахмет, бізбен Ресейдің Сочи қаласынан тікелей қосылған әріптесім Әсем Қабылбек. Бүгін елордада Сирия мәселесі бойынша Астана процесінің 9-шы раунды басталды. Жиын жабық өтіп жатыр. Шам еліндегі ахуалды талқылау үшін Астанаға кепіл елдер Ресей, Иран және
Түркияның өкілдері. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының Сирия мәселесі бойынша арнайы елшісі Стаффан де Мистура келді. Сирияның Біріккен ұлттар ұйымындағы өкілі Башар Джафари бастаған үкімет делегациясы да осында. Ал елдің оппозициясының өкілдері Астанаға бүгін түнде келеді деп күтілуде. Бұл жолы тараптар Сирияның 4 аймағындағы, атап айтқанда Шығыс Гута, Хомс, Идлиб және елдің оңтүстігіндегі жағдайды талқылайды. Қарсы тараптар арасындағы сенімді нығайту шаралары мен гуманитарлық мәселелер де басты назарда. Биыл Алматыда Ми-8 тікұшағын құрастыру жұмысы басталады. Ал отандық авиациялық техникалық орталықта 14 ұшақ күрделі жөндеуден өткізіледі. Бұл жұмыстар бұған дейін шет елде жүргізіліп келген. Бүгінгі мәжілістегі үкімет сағатында қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі осындай мәліметпен бөлісті. Бейбіт Атамқұлов отандық әскери техника өндірісі өткен жылы 14%-ға, ал экспорт 2 есеге артты деді. Тақырыпты әріптесім Гүлназ Қабидоллақызы тарқатады. Қорғаныс өнеркәсібі кешені құрамына 40 кәсіпорын кіреді. Олар қарапайым дүрбіге қажетті оптикалық құралдардан бастап, дөңгелектері минаға мыңқ етпейтін брондалған Арлан көліктеріне дейін шығарады. Мемлекет басшысы қарулы күштер мен әскери құрылымдарды 80%-ке дейін отандық өніммен қамтуды тапсырған. Бүгінде ұлттық ұланның арнайы жасағының 70%-ы отандық оқ өтпейтін кеудешені кисе, ұлттық қауіпсіздік комитеті 100% Қазақстанда құрастырылған көліктерге мінеміз дейді. 100% это у нас вся автомобильная техника. Қолданыстағы автокөлік, киім-кешек, жабдықтар мен радиолокациялық құралдар 100% Қазақстанда құрастырылған. Теңіздегі әскери кемелерді тегіс зенит зауытына тапсырыспен жасатамыз. Қазір жаңғыртудың екінші кезеңіне өттік. Бұған дейінгі жасалған кемелер ескірді. Енді жаңа технологиямен жабдықталған кемелерді қабылдаудамыз. Сапасы көңілден шығады. Минаға қарсы төтеп беретін Арлан бронды көлігін айттық. Қазір қазақ әскеріндегі көне БТРлар біртіндеп осы жаңа көлікке ауыстырылып жатыр. Биыл Ми-8 тікұшағы құрастырылады. Әскери техниканы жинау бір бөлек, ұрыс даласында болдырған көліктердің бабын келтіру бір басқа. Жауапты министрлік халықаралық әріптес компаниялардан арнайы сертификат алып, былтыр әуе шабуылына қарсы қорғанатын техникаларға қызмет көрсетуді бастап кетті. Биыл зенитті зымыранды жөндейтін болады. Айтпақшы, жуырда ғана Еурокоптер тікұшақтарына техникалық қызмет көрсетуге рұқсат алды. Қазірдің өзінде Ресей, Украина мен Моңғолиядан тапсырыс түскен. Алайда министр кей бөлшектердің шетелден алынатын жасырмады. 22% шетелге кетіп жатыр. 22. Енді мына салыстырғанда 14-15 жылдарға салыстырғанда біздің өзіміздің Қазақстанда шығатын өнімнің саны 2 есе өсті. Әскери техникаға берілетін мемлекеттік тапсырысты реттейтін заң жобасы қазір мәжіліс қарауында жатыр. Құжат саладағы отандық өнім үлесін көбейтуді көздейді және жариялылықты арттырмақ. Сондай-ақ ғылымға да қаржы бөлу жайы қамтылған. В этой связи министерством в рамках проекта закона об оборонной промышленности Қорғаныс өнеркәсібі мен мемлекеттік қорғаныс тапсырысы заң жобасы аясында біздің министрлік ғылыми зерттеулерді қаржыландырудың жекелеген тәртіптерін жасап шығарды. Біздің ұсынысымыз бойынша барлық қарулы құқық қорғау органдары жыл сайынғы қорғаныс тапсырысының жалпы көлемінің 1%-ын ғылыми жұмыстарға бөлуі керек. Әскери техниканы құрастыратын отандық кәсіпорындар тек мемлекетке иек артпауы тиіс. Министр Бейбіт Атамқұловтың пікірінше тапсырыстың 30%-ын азаматтық өндіріске бағыттау керек. Сонда зауыттар толық өндірісті қуатына шығып, жұмыс орындарын тұрақты сақтайтын болады дейді. Гүлназ Қабидоллақызы, Есбол Жамшитов, қорытынды жаңалықтар. 3 күннен соң Астана экономикалық форумы шымылдығын түреді. 11-ші саммитте 11 мәселе қаралатындығын айтқан болатынбыз. Соның бірі диджитал, яғни сандық жүйені дамыту тақырыбы. Сарапшылар цифрлық қоғам құруға ұмтылған біздің ел үшін бұл саладағы соны тәжірибелерді үйрену өте маңызды дейді. Астана экономикалық форумына Сингапурдың Менч Харт Групптың атқарушы директоры Кевин Чонг келеді. Ол цифрлық мемлекеттік басқару тақырыбына арналған жиында баяндама оқиды. Чонг қатысушыларға өзінің компаниясында тиімді пайдаланып отырған көптеген ақпарат түрлерін цифрландыру тәжірибесімен бөліседі. Мен Харт Групптың 47 елде өкілдігі бар. Одан жіберілген мәліметтер арнайы базада сақталады. Егер корпорацияның бір бөлімшесі ғимараттың ақпараттық технологиясына жаңа модельдеу енгізсе, қалғандары да тәжірибемен бөлісе алады.
digitalization and to a great extent. Біз жергілікті дарын иелерінің қабілетін дамыту мақсатында тәжірибе алаңын құрдық. Біздің орталықтары Smart City жүйесі бойынша жұмыс істейді. Осылайша су ресурстары жобасын басқаруда жергілікті инженерлердің техникалық дайындығы қамтамасыз етіледі. Заманауи әдіс Біріккен Араб Әмірлігінде тиімді қолданылып жатыр. Ендігі кезекте жібек жолының экономикалық аймағындағы өзге елдерге, сондай-ақ Қазақстанға да енгізіледі. Инновациялық жаңалықтар медицина саласына да пайдаланылмақ. Өмірді ұзарту ғылымы қорының президенті Михаил Батиннің арманы кәрілікті жеңетін дәрі ойлап табу. Ол мақсатын іске асыру үшін миллиондаған адамды жұмылдырмақ. Оның Альцгеймер, қатерлі ісік және жүрек қан тамырлары аурулармен күресетін Open Longevity атты жобасы бар. Ғалым Астана экономикалық форумының ұзақ өмір сүру әлемі сессиясында биохакинг дегеніміз не, кәрілікті қалай тоқтатуға болады және де тіршілік етіп отырған ортамызды қалай сапалы етеміз деген сияқты тақырыптарда баяндама жасайды. Я надеюсь, что мы сможем переломить ситуацию в мире. Форум барысында бүгінде кең етек алған кәрілік мәселесін жеңу үшін миллиондаған адамды жұмылып тер төгуге шақыралам деп ойлаймын. Бізде осындай мүмкіндік бар, оны уысымыздан жіберіп алмауымыз керек. Ертеректе Билл Клинтон, Берлускони мен Назарбаев сияқты көшбасшылар адам өмірін ұзарту мен оның сапасын арттыру, Марсқа ұшудан да өзекті әрі маңызды екенін айтқан болатын. Астана экономикалық форумы әлем ғалымдары мен сарапшылары жиналып жаһандық мәселелерді көтеретін алаң. Онда экономика ғана емес, ғылым мен медицина және де мәдениет салалары да кеңінен талқыланады. Сарапшылар бірлескен жұмыс барысында ататылған мәселелердің сүбелі шешім табатына сеніммен қарайды. Әсел Башбек, Дана Нұржан, Владислав Цой, Ольга Лиан, Александр Любителев, қорытынды жаңалықтар. Астана экономикалық форум әлемдегі маңызды диалог алаңына айналып келеді. Неміс саясаттанушысы Маттиас Дорнфельд осылай дейді. Германиялық сарапшы елорда төрінде өтетін келелі кеңесті Давос форумымен бір деңгейге қойып отыр. Астананың түрлі тақырыпта пікір алмас маңызды шешімдер қабылдайтын алаңға айналғаны қашан. Мысалы, осы жерде Сирия келіссөздері өтті. Ал Астана экономикалық форумы жаһандық форматтағы оқиға. Биылғы кеңестің бағдарламасы да өзекті. Цифрландыру, баламалы энергетика, азаматтық қоғам секілді тақырыптар төңірегінде сұрақтар қозғалмақ. Форумға келетін қонақтар да өте беделді. Мәселен, осы жолы Францияның бұрынғы президенті Франсуа Олланд келмек. Астана экономикалық форумы орталық Азияның дамуына тың серпін береді деген ойдамын. Астана экономикалық форумда цифрлық технология саласының білгірі Эндрю Макафи сөз сөйлейді. Ол талай жыл Гарвард бизнес мектебінің еңбек еткен. Қазір Массачусетс технологиялық институтының бас ғылыми қызметкері. Санды технология бизнесті өрістетуге, қоғам мен экономиканың дамуына қалай әсер етеді? Эндрю Макафи зерттеп, дәлелдеп жүрген тақырыптар осы. Көптеген ғылыми мақалалардың авторы, еңбектері Гарвард Business Review, The Economist, The Wall Street Journal және The New York Times басылымдарында жарық көрген. Мәртебелі меймандардың тізімінде италиялық саясаткер Романо Проди да бар. Италияның экс-премьер-министрі, Еурокомиссияның бұрынғы президенті экономикалық интеграция тақырыбына арналған талқылауға қатысады. Ол жаһандық стратегия әлемі тақырыбы аясында ой-пайымын ортаға салмақ. Романо Проди премьер болған тұста ел экономикасын алға бастырған маңызды реформаларды жүзеге асырды. Болашақта әр мемлекеттің жеке ғаламтор желісі құрылады. Бұл өзге елдің сайтына немесе порталына кіру үшін әр адамнан арнайы рұқсат талап етілетін күн жақындады деген сөз. Кейбір қылмыспен күрестің бір жолы осы болмақ. Бұл бастаманың күнге және көлеңкелі тұстарын әлгінде айтқан Астана экономикалық форумның қатысушылары қарап талдайтын болады. Бүгін Экспо алаңында саммит қонақтарын ресми тіркеу басталды. Астана экономикалық форумының ресми ұйымдастырушыларының бірі ұлттық экономика министрлігі. Бүгін ведомство өкілдері баспасөз жиынын өткізіп, қатысушыларды тіркеу рәсімін ашық деп жариялады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, биылғы форумға 5000-ға жуық адам қатысады. Олардың қатарында шетелдік сарапшылар, экономистер мен белді саясаткерлер және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері бар. Қазір 6 орталық болып тұр. 500 ол шетелден келетін қонақтар, қалғандары осы жақтағы өзіміздің және тмд елдерінің қатысушылары. Экономикалық форумның басты тақырыптарының бірі кибер қауіпсіздік. Бүгінде жаһан жұрты қарулы шабуылдардан емес, ақпараттық кеңістіктегі қауіпсіздікке зор мән беруде. Себеп бар, өйткені мемлекеттік маңызды құпиялар желіге тарап, елдердің ішкі саяси экономикалық мәселелеріне сырттан араласатындар көбейіп кетті. Осы ретте әлем елдері сандық бейқамдықтың жолдарын іздеуде. Астана осы мәселелерді шешудің басты алаңдарының біріне айналып келеді.
Кибероружие – это приравнивается как оружие массового поражения. Кибер қару бүгінде жаппай қырып жою қаруларының санатына жатқызылады десек, артық айтпаспыз. Бұрындары қақтығыстардың алғы шебі шекараларда орын алып жатса, қазіргі ұрыстар ақпараттық алаңдарда болып жатыр. Хакерлер қазіргі таңда мемлекеттік қауіпсіздікке қатысты құпия мәліметтерді таратумен айналысуда. Сондықтан әлем елдері осы бағыттағы ықпалдастықты нығайту қажет. Болашақта әр елдің жеке ғаламтор желісі құрылады, яғни өзге елдің сайттары мен порталдарына еркін кіре алмайсыз. Ол үшін арнайы рұқсат қажет болады. Отандық интернет қауымдастығының өкілдері бұл шара кибер шабуылшылардан қорғанудың басты шарты болады дейді. Созданию своих национальных сегментов интернета. Бүгінде әлем елдері жеке дара ғаламтор желісін құру бастамасын қолға алып жатыр. Ол сплин интернет деп аталады. Яғни әр мемлекеттің өзіндік ақпараттық кеңістігін қамтитын жеке желі пайда болады. Бұл сыртқы факторлардан қорғанып, мемлекеттік электрондық платформаларды қорғау мүмкіндігін туғызады. Кибер қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тиісті мамандарды даярлау қажет. Әсіресе физика-математикалық бағытта білімі басым жастарға назар аудару керек дейді сарапшылар. Студенттардың бәрін философия мен политологияға үйретпей, осы математиканы, IT мамандарды арғарайда дамыту керек. Себебі жалпы қалғаралық деңгейде Economist Intelligence Unit IT-ға байланысты бәсекелестікті өлшігенде осы математикаға қанша студенттер әр елде оқып жатыр, сонымен арқылы өлшейді. Сонымен жаһандық экономикалық форумның ашылуына 3 күн қалды. Онда бұдан өзге экономикалық өсім, салаларды цифрландыру, қаржылық революция, жаһандық қауіпсіздік секілді жалпы әлемдік үдерістер кеңінен талқыға салынады. Жұрағат Баман, Аманжол Байғазин, қорытынды жаңалықтар. Астанада салық пен кеден тақырыбына арналған халықаралық форум басталды. Оған 49 елден 300-ден астам делегат келіп қатысуда. Қазір ел мен ел арасында жүк тасымалы артқан заман, бірақ барыс келісті тежейтін кедергілер бар. Бүгін жиналғандар саладағы сол көп мәселенің шешімін бірлесіп іздемек. Ол салық мөлшерін азайту, электронды декларацияны дамыту, тәжірибе алмасу тағысын тағы. 25 жылы 25%-ке дейін мына салықтардың жалпы ішкі өнімге шаққан кезде осындай көрсеткішті көтеру. Бұл жұмыс тек қана мына көлеңкелі экономиканы төмендету арқылы жүргізілетін болады. Мына әкімшілік қысымды бір жағынан төмендету. Мысалы үшін өткен жылы біз салық және кеден тексерулердің санын 45%-ке төмендеткен болдық. Алматыда халықаралық валюта қорының өкілдері Кавказ және Орталық Азия елдерінің экономикалық даму жөнінде өз болжамдарын жариялады. Сарапшылар 2017 жылы әлемдік экономика 3,8% өсті дейді. Жаһандық экономиканың жандануы аймақ елдері, соның ішінде Қазақстанның да дамуына дем берген. Әріптесім Ұлан Нарымбек кеңірек. Өткен жылы Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 4%-ке өскен. Бұл жақсы көрсеткіш дейді мамандар. Ұлттық экономиканың дамуына мұнай бағасының қымбаттауы, металл және ауыл шаруашылық тауарларына сұраныстың артуы оң ықпал еткен. Дегенмен биыл аймақтағы экономикалық өсім сәл бәсеңдейді дейді халықаралық валюта қорының мамандары. Сондықтан да экономистер ұлттық банктың жұмысына ерекше назар аударып отыр. Снижение инфляции в Казахстане. Ұлттық банктың ең негізгі міндетінің бірі инфляция деңгейін тұрақты деңгейде ұстап тұру. 2020 жылға дейін инфляцияны 4%-ға дейін төмендетуді жоспарлап отырмыз. Осы мақсатқа жету үшін ақша несие саясатының барлық құралдарын қолданамыз. Тәуелсіз сарапшылардың болжамы бойынша 2020-2023 жылдары аймақ елдерінің ішкі жалпы өнімі шамамен 4,1%-дің төңірегінде болады. Экономикалық өсімді одан әрі күшейту үшін жекеменшік сектордың рөлін арттыру қажет. Қаржы саласын жандандырып, долларсыздандыру саясатын әрі қарай жалғастыру керек дейді қор өкілдері. Қазақстанның ұлттық банкі жақсы жұмыс атқарды. Көптеген банктер рекапитализация жүргізді. Енді экономиканы несиемен қамтамасыз ету маңызды. Бірінші кезекте сенімді борышкерлермен жұмысты жақсарту керек. Ұлттық банктың қаржы секторын бақылау құзыретін күшейткен жөн. Сол себепті парламентте қарастырылып жатқан заң жобалары өте маңызды. Халықаралық валюта қоры жақын күндері басталатын Астана экономикалық форумына да ерекше көңіл бөліп отыр. Астана экономикалық форумы Қазақстан үшін де, инвесторлар үшін де маңызды. Біз форум қарсаңында Кавказ және Орталық Азия елдерінің ұлттық банк төрағалары мен қаржы министрлерімен кездесу өткізуді жоспарлап отырмыз.
Кездесуде жаһандық және аймақтық интеграцияны дамыту сөз болады. Сауда байланысын нығайтып, технологиялық прогрестің игілігін пайдалануда талқыланады. Ұлан Нарынбек, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар. Ел өңірлері елбасының 5 әлеуметтік бастамасын орындауға білек сыбанып кірісіп кетті. Айталық Маңғыстау облысында алдағы 2 жылда жатақхана тапшылығы біржола жойылады. Аймақ билігі кәсіпкерліктің өрісін кеңейтуге де көп көңіл бөліп отыр. Биыл кәсібін дөңгелеткісі келген тұрғындарға 4 миллиард теңгенің қолжетімді несиесін ұсынбақ. Әріптесім Гүлмира Әбішева әрі қарай. Маңғыстаудағы Қырғыз этномәдени бірлестігінің төрағасы нағыз еңбек қоржан. Құрбанәлі Газизбеков ұлтаралық татулықты нығайтумен қатар шөлейтті өлкенің жасыл желекке айналуына сүбелі үлес қосып келеді. Ширек ғасырдан бері бау-бақша баптап, ағаш пен гүл көшеттерін егеді. Оның тәлімбағында өсірілген жасыл желек Ақтаудың орталық көшелерінде, түрлі мекеме аулаларында жайқала өсіп, шаһарға ерекше көрік беріп тұр. Білікті агроном үнемі қайырымды істердің басында жүреді. Балабақша, қарттар үйі мен балалар үйлерін көкөніс жеміспен қамтып, ауласына тегін ағаштар отырғызып береді. Қазақстан Республикасының Ассамблеясының 26-шы сессиясында дағы біздің елбасы Назарбаев өзі атайына белгілеп кетті. Осы өнеркәсіпте, шаруашылықты мұнан ары дамытуға. Осы дамытуға біз де салым қосып атабыз. Мұна Маңғыстауда еш нәрсе өспейді. Су болса, бардық нәрсе өседі. Только ошоға адам жұмыстану керек. Азыр енді мына жылыжайлар, капельное орошение дегенді пайдаланып жатырмыз, азыр суға эконом болады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының облыстағы мүшелері елбасы ұсынған 5 әлеуметтік бастаманы жүзеге асыруға белсене атсалысуда. 30 жылдан бері білім саласында еңбек ететін Раиса Маденова студенттерінің болашағы үшін қуанып отыр. Президент тапсырмасына сәйкес алдағы 2 жылда Ақтаудағы жатақхана тапшылығы жойылатын болды. 500 адамға арналған қос бірдей жатақхана салынбақ. Наш президент про это говорит. Мемлекет басшысы ұсынған 5 әлеуметтік бастамасы әсіресе жастарға үлкен қолдау болып отыр. Білім гранты көбейеді. Сондай-ақ жастардың алаңсыз білім алу үшін жатақхана мәселесі де шешілетін болды. Студенттеріміздің оқу бітірген соң баспаналы болуына мүмкіндік бар. 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы өте тиімді. Ақтауда 21 этномәдени бірлестік бар. Алдағы аптадан бастап бірлестік мүшелері ауыл-ауылдар алып, елбасы жүктеген міндеттерді халыққа жеткізбек. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстау облысынан. Елімізде баламалы қуат көздеріне арналған жобаларды іріктейтін алғашқы халықаралық аукцион 23 мамырда басталып, 7 маусымда аяқталады. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте энергетика министрлігінің өкілдері хабарлады. Электронды саудаға қатысушылар 3 сағат ішінде өз тарифтерін ұсынуы тиіс. Ең арзан баға ұсынған инвестормен 15 жылға келісімшарт жасалады. Жалпы Қазақстанда қазір баламалы қуат өндіретін 60-ға жуық нысан бар. Еліміз жаңартылатын энергия үлесін 2020 жылға дейін 3%-ға, ал 2030 жылға таман 10%-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Более 600 мегаватт это ветровые станции. Саудаға қойылатын 1000 мегаватт баламалы энергияның 600 мегаватты жел станцияларының үлесінде. Қалғаны күн қуаты, гидроэнергетика және биогаз құрылғыларына тиесілі. Аукцион арқылы баламалы энергияның бағасын төмендету мүмкін болмақ. Ал күзгі сессияда ірі инвесторларды тарту ойымызда бар. Атыраулықтар енді мобильді қосымша арқылы жол құрылысын қадағалайды. Жол жөндеуде ақау кетсе, яки құрылыс кестеден кешіксе тікелей диспетчерге хабарлайды. Фото, видео түсіріп онлайн жолдауға да мүмкіндік бар. Арыстанбек Кенже, осы өңірден. Бұған дейін облыс орталығынан төселген жолдардың сапасы туралы тұрғындар орында реніштер білдіріп келген еді. Осыған орай қалалық мәслихат депутаттары жаңа бақылау жүйесін ұсынған. Қазір қалалық телеграмма арқылы жол құрылысының сызбасы белгіленіп, көпшілік бақылауына берілді. Енді тұрғындар қандай ма ережеден ауытқушылықпен ақау байқалса, құзырлы органдарға тікелей хабарласа алады. Жол жөндеу технологиясы бұзылған жағдайда мердігер мекемеге тапсырма беріледі. Оны жөндеу жөнінде және де оны жөндегеннен кейін халыққа хабардар етіледі. Бүгінде Атырау қаласы бойынша 10 елді мекендегі 311 көшеде жол құрылысы басталды. Оны 3 мердігер мекеме жүзеге асырып жатыр. Бүгінгі таңда 95 шақырымды құрайтын 165 көшесіне толықтай асфальт жабындысы төселсе, қалған 106-9 шақырымды құрайтын 146 көшеге ұзындығы 78-де 1 шақырымды құрайтын 110 көшеге асфальт жабындысының төменгі қабаты төселді.
Сондай-ақ биыл республикалық нұрлы жол бағдарламасы бойынша Атырау-Астрахань күре жолының құрылысы басталмақ. Ұзындығы 277 шақырым жолдың жобалық сметалық құжаттамасы дайын. Жоба 4 бөліктен тұрады. Осы бағдарлама аясында Мақат-Дастор Құлсары бағытындағы кентішілік айналма жол құрылысы да қолға алынады деп күтілуде. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Амантай Матенов, қорытынды жаңалықтар Атыраудан. Ел ішіндегі көпшілік көп жиналатын 1178 нысаннан 15 мыңнан астам заң бұзушылық анықталып, оларға 18 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Бұл мәліметпен бүгін Төтенше жағдайлар комитеті мамандары бөлісті. Ел аумағында ондай 1260 нысан бар екен. Соның 94%-ында өрт қауіпсіздік талаптары тексерілген. Нәтижесінде тек 23 нысанның талапқа сай жұмыс жасайтындығы белгілі болды. Олқылыққа жол бергендердің дені сауда ойын-сауық орталықтары, басты кемшіліктер, қосалқы есіктердің жабық болуы, эвакуациялық жолдарда бутиктердің орналасуы, өрт дабылының және құлақтандыру жүйесінің істен шығуы. Мы дали срок устранения. Заң бұзушылықтарды жоюға белгілі бір уақыт беріліп, кейін қайта тексеру жүргізілді. Қосымша тексеру кезінде 50 нысанның тек 36-сы кем-кетікті жойғандығына көз жеткіздік. Ал 14-ті тексеруден өте алмады. Оларға айыппұл салынып, істері экономикалық сотқа жіберілді. Исі мұсылман үшін игі саналатын Рамазан айына санаулы күндер қалды. Биыл ораза 17 мамырда басталады. Ғұламалар кеңесі шығарған бұл шариғи үкімді еліміздің бас мүфтиі жариялады. Серікбай Қажы Ораз ел азаматтарын сауапты істер көптеп жасауға шақырып отыр. Ал кәсіпкерлерді қасиетті айдың құрметіне азық-түлік, көкөніс пен тұрмыстық заттарға, жол көлік ақысына жеңілдіктер жасауға үндеді. Діни басқарма төралқа мәжілісі мүшелерінің шешімімен биылғы пітір садақа мөлшері 300 теңге болып бекітілді. Әлем мұсылмандарының басым көпшілігі 16-сы деп жоспарланып отырған Рамазан айының күнін 17-сі деп жоспарлауына себеп сол ғылыми негіздерге байланысты болып отыр. Сондықтан да біздің еліміздегі Рамазан айының 17-сіне жоспарлауымыз барлық мұсылман елдері, жалпы Азия, сонымен Африка құрлығындағы да мұсылман басым бөлігі елдерінің ұстанымы да осыған сәйкес келіп отыр. Журда тұтас түркі әлемі үшін құнды саналатын мұражай жәдігерлердің тізімі жасақталады. Бауырлас халықтардың тарихы мен мәдениетіне ортақ музей экспозициялары құрылып, өзара көшірме алмасу ісі қолға алынады. Бұл туралы бүгін түркі халықтарының мұражай заттарын қолдану және қорғау жөніндегі халықаралық жұмыс тобының құрылтайшы жиында сөз болды. Халықаралық түркі академиясының басшысы Дархан Қыдырәлі мұражай жинақтамаларын консервациялау және қалпына келтіруге арналған ауқымды жұмыс қолға алынады дейді. Бүгінгі шараға біздің елден бөлек Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Моңғолия елдерінің мұражай басшылары қатысты. Жиынның мақсаты жалпы экспонаттарды қалай ұйымдастыру керек, көрмелерді бірге ұйымдастыруда қандай кедергілер бар, жалпы түркілік мұраларды қалай насихаттау керек, қалай сақтап, қалай қорғау керек. Қазақстанның киногерлері ресейлік мамандармен бірлесіп Алжир туралы фильм түсірмек. Бұл туралы Герасимов атындағы бүкіл ресейлік мемлекеттік кинематография институтының өкілдері Астанада өткен жиында мәлімдеді. Әлемнің 33 елінен шәкірт қабылдайтын оқу орнының құрылғанына биыл бір ғасыр толып отыр. Осынау мерейтойға орай оқу орнының өкілдері тәжірибе алмасып, театрлық қойылым көрсету үшін елордаға арнайы келген. Делегация құрамында 50 адам бар. В нашем университете Астанадағы Шабыт университетінде 2500 шәкірт бар. Олардың басым бөлігі кино саласында білім алып жатқан студенттер. Елімізде кино өндірісі дамуда. Біз соған қажетті режиссерлар, әртіс, продюсерлер, тағы басқа тапшы мамандарды даярлаймыз. Бұл іске ресейлік әріптестеріміз тәжірибелерімен бөлісіп, көмек көрсетуі оқу сапасын арттыра түседі. Шекарасыз жеңіс халықаралық автомото шеруі еліміздің солтүстігіне жетті. Шараға қатысушылар Петропавлдың басты көшелерімен жүріп өтіп, жеңіс саябағындағы ескерткішке гүл қойды. Жергілікті тұрғындармен қан майданда қаза тапқан боздақтарды еске алып, ерліктеріне тағзым етті. Алматы және астаналық байкерлерден құрылған топ Ресейге жол жүріп кетті. Естеріңізге салайық, мото шеру 7 мамырда Душанбеден бастау алған. Маусымның 22-сі Брестке жетуді жоспарлап отырмыз. Ол күні 2-ші дүниежүзілік соғысы басталған. Әлі 45 қалаға соғамыз. Жол жөнекей біздің қатарымызға Әзербайжан, Армения, Грузия елдерінің азаматтары да қосыла жатар. Бүгінгі айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.